Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермен, қалайсыздар? Ал сіздерде жауып жатқан қар бізге де жетті, енді оңтүстікке де алғашқы қар. Байқана базе, ал біз жайлап алғашқы қармен серуендейміз. Кеттік онда. Так. Осығанда мәзбіз біз негізі. Осының өзі бізге әжептәуір кәдімгі события. Қарды мәзіп, үйдегі кішкентай балалардың бәрі шаналарын алып кетті дария жаққа, өзен жаққа. Обычный өмір ауылдағы. Мына көше жақта майда балалардың дауыстары шығып жатыр. Естеріңізде болса, біздің огород қирап жатыр бәрі. Натал уже қартайды. Натал енді болмайды уже. Калошымен былай қарап жүріп апасын сияқты. Қар келіп бара жатыр, аяқ киіміме. Кішкене эфирге шығып қояйын деген мостерге. Видео түсіру сәл қиын болып бара жатыр. Қиын болып бара жатқан ештеңе жоқ, жалқау болып барасың деген әңгіме ғой берді. Шын айтқанда сондай. Мынау біздің душ, жаздық, летний. И на көрші. Обычный ауыл шыққандай бір ерекше бір ештеңе жоқ, жай ғана мына жерде Садария бар. Қазір 20-30 метрден кейін дария бар, өзен. Болды, басқа аймақ ар жағы орманның ар бетінде тағы да дария. Оның ар бетінде тағы дария деген сияқты сондай Садария каналдары жүреді. Сол жерден соның қасында тұрамыз. Түркістан облысы. Кішігірім осындай ауылда тұрамыз. Кішігірім емес негізі, әжіп бір ауыл. Үлкен ауыл негізі. Қолымды қарға жуып біраз не алдық қой. Қатып қалды қолы. Бірақ біз үшін әжептәуір болды, бір салтанатты болып тұр кәдімгі. Сіздер үшін солтүстікте болсаңыздар, енді қардың ішінде жатқан шығарсыздар. Бізде оңтүстік жақта болса, енді алғашқы қар жауып отыр. Бүгін неші? Бүгін так 15-і, иә. Бүгін 15-і. Ертең 16-сы, яғни тәуелсіздік күніне жақындық қып біз ертең бір-ақ күн қапты. Интернет оны жасамай жатыр. Свет өшіп қалды. Байқасаңыздар, мынаяқтан генератордың дауысы шығып отыр. Интернет істемей жатқан себебін баршаларыңыз білесіздер. Мен айтпасам да білесіздер ғой, интернет неге істемей жатқан. Так, осындай болып тұр енді. Тауға қарап жүрсем ба дегенім. Сота сәл жауырын қарап тұрмын жай. Болады бұлай қарап жүре берейік. Сәл көшеге шығып көрейін ба? Что-то қызбалмай кетті ойнақ. Мына біздің жазықтар жан қирап жатыр, нөмір құлап жатыр. Қызға қарап ондай тілік жасауға демдеуге желание болмай қалады ғой әрине. Мен кәдімгі әдет бойынша калоштамын. Балдар сабақ шыққанға отыратын кішкенім кәр жоқ жан тегі көргендіміз. Мынау біздің бұрынғы Ауди. Менің бақым. Тұратын ол бүгін шаға шықпаймын, демалыс. Бүгін воскресенье. Жай ғана айды отырамыз енді. Демалып. Кино көрген ба деген меселе жоқ қалды. Орыс көршіміз Супаруын бір азасымен көшеге шыққалы жатыр. Түліктерімен кетен жатқан шығар.
әсер етуі мүмкін, сондықтан сәл ақта тұрайық, или былай қарап жүрейік. Үстім қалың болса енді, бірақ нем бар, капюшон киіп алған болды, басқа ештеңе кимеген. -2 ма, сондай өзім ауа райы. Енді көргенімді сөйтіп жанып тұрған кезде қарай сағымға ауа райы, біз негізі ауа райы қатты қарай білмейміз, өйткені бізде примерно сол ауа райы. -2 болып тұрған енді, -2 қатты суық емес қой. Жаттықтары жақты бір тұрып қатайық соң. Үйде кішкентайлар кеткен, жеңгем және бала шағасы. Солар қарға шанамен ойнап отқан шығар. Алла, алхамдулилля, күндер өтіп жатыр. Қанша адам қиын күн кешіп жатқан шығар. Қанша адам менен өмір жақсы шығар. Біреудің алдында, біреудің артында айтып жүрміз. Құдайға шүкір. Мынау орыс көшіміз. Бұл да өзінің движениесін жасап жатыр. Типичный үйлер оларды. Барлығында типичный үй болады бұларда. Сөйтеді дағыны кішкентай үйді әдемілеп тұра береді бұлар. Мыналар ойнап отыр екен ғой, шынымен де. Кайф. Білмеймін, біз үшін кайф енді. Өзеннің су тартылып кеткен, әрине, кішігірім нелер қалған, көлшіктер. Оларды мұзға татып балдар кеп. Коньки ойнайды жаңағы, не ойнайды? Хоккей ойнайды балдар. Бізде кезінде талай ойнадық қой жерде хоккейді. Осындай енді. Осы жаздағы видеолар көрген жақсылар біреулеріңіз. Енді прям мақтанбақ қойын, прям андай деп, бірақ нормально біздің ауа райы. Табиғат шли жаман емес, шли жақсы да емес, шли жаман емес. Бір прям фанаттым деп айтамайын бұл табиғатқа. Маған сәл таулау жерлер, джунглилау жерлер ұнайды маған. Мен сол Алматы жақтың ауа райы, Қазақстандағы сондай ауа райлар ұнайды маған. Кішігірім аңдарды аңдап, сондай жұмыспен айналысқым келеді. Маған қатты жиын арта бермеймін, бірақ енді амал жоқ. Құдайға шүкір, осы мамандық бұйырған екен. Алла. Бірақ сол табиғатқа шығып, походқа шығып, палатка құрып, костер жағып, сондай тақырыпты ұнатамын ше, негізінде. Сондай.
камера бұлдырап кетті ма? Суықтан неғып жатыр ғой, іші буланып жатқан болса керек. Қой, құрметті көрермен, сіздермен қоштасайын. Жайлап үйге кіріп кетейін мен. Үйге жатайын сіздер. Рахмет. Титтей видеоларымды көріп әйтеуір жүргендеріңізге Алла разы болсын.